Күшігім, үйшігіңе бірдеңе болды ма? Бәрі дұрыс па? Әкетай, осы біздің үйіміз бар. Марғаудың да үйі бар. Ал Сауысқанның үйі жоқ. Үнемі көңілсіз жүретіні содан шығар. Бәлкім, сөзіңнің жаны бар секілді. Ал біз оған үй жасап берсек бола ма? Жасауға болады. Сосын оны биік ағашқа орнатамыз. Әкетай, биік ағашқа бойымыз жетпейді ғой. Бұл жолы бізге кран көмектеседі. Кран дейсіз бе? Қазір, Әкетай, мен оны ғаламтордан іздеп көрейін. Мінекей. Жарайсың. Кран жүкті көтеруге және жылжытуға тасымалдауға арналған көлік. Оның арнайы жүк көтеретін жабдықтары бар. Кранның 6 дөңгелекті немесе мұнараға орнатылған дөңгелексіз түрлері болады. Қандай қызық! Сәлем, күшік, мяу. Сәлем, досым. Бұл ағаштарды қайтпексің? Маған әкем осы ағаштардан қалаған затыңды жасасаң болады деп еді. Бірақ ойыма ештеңе келер емес. Алақай, таптым. Не істеу керегін білемін. Я, досым, не жасасақ болады? Мяу. Құстың ұясын жасаймыз. Сөйтіп, оны Сауысқанға сыйлаймыз. Оны анау биік ағашқа орнатамыз. Мяу. Биік ағашқа орнатамыз дейсің бе? Оған бойымыз жетпейді ғой. Мяу. Уайымдама, досым. Бізге кран көмектеседі. Кран? Ол не өзі? Я, міне қарашы. Осы кранның көмегімен ұяны ең биік ағашқа орнатамыз. Алдымен бәрін дайындап алайық. Алақай! Танысайық балалар, жаңа сөзбен бәріміз, оқуменен жазуды үйренерміз әлі біз. Алақай, біз білімді, біз ақылды боламыз. Алақай, біз бақытты боламыз. Бұл енді менің үйім. Әрине сенің үйің, Сауысқан. Бұл үйді саған арнап жасадық қой, мяу. Рас па? Шынымен де маған ба? Әрине сен үшін, мяу. Күшік, Марғау, рахмет сендерге. Жарайсыңдар, балақайлар. Осылай әрдайым бір-біріңе қамқор болып жүріңдер. Балалар, бүгін біз қандай көлікпен таныстық? Трактор ма? Кран ба? Әлде ұшақ па? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Кран.